Йоу, барлықтарыңа сәлем. Менің аты жөнім Бақберген Сұлтан. Бүгін тағы да қазақ блогеріне видео реакция жасаймыз. Кезекте бізде қыз, каналының аты Диди деп аталады. Надеюсь, PDD емес. 668 мың подписчигі бар екен. Оған дейін көрген Мадиярдан да көп екен. Екесе почти. Көрейік, не жайында екен. Тренд жүзім, шайын, мускат жедік баламызбен алғашқы блог дейді. Кеттік бастайық. Йоу, всем привет, Йоу, деп мен айтамын ғой. Или мақұл, ода 668 подписчик спорт етпей. Мұхаммед бәріңе сәлем достар, қалайсыздар? Йоу, баса йоу. Тағы да тамақ жеу. Жоқ, кім білет бұл блогер Диди деген қайсы осы қыз ба, или баламызбен алғашқы блог дейді. Короче, я хит болып отқан нәрселер дейміз ғой. Просто мына жек баласына ұқсамайды деп ше. Шай мускат деп аталатын жүзім дұрыс айтсам егер Шай мускат? Сонда ойлаймын, корейский ма, әйтеуір әлемде қымбат деді ма, или бірдеңе. Айтсай бағасын. Келасы 9 мың деген ба? Осы веткісінің өзі 6800 теңге тұрады екен. Йо, мынау 6800 біреу ғана. Дико екеуін алып келді бет. 10 мың болып кетеді. 6800 ема. 2 балық аласың ғой. 2 килограмм балық аласың ғой. Диконға қара мен. Короче, қазір осының дәмін көреміз Мұхаммед екеуміз. АСМР болады тоже. Дубайский шоколад. Кім Диди деп? Дубайский шоколадтан кейінгі тренд қой мынау бізде. Типа я. Алайын бірінші. Әйтеуір тренд болса бәрін қолаймыз ондырыс па. Мен жек көрмедім, кстати. Дубайский шоколадты да, Таза емес. мускатты да, Мен білмейді екенмін мұны негізі. макүлбені де. Хит болып отқан естіп қалдым да, көріп қалдым да. Бізде жита, дәмін қытырлатып. Сондай бәрін көрмедім. Ана ненті түсірмедім ана. Ойбай микрофон. Билейтін бейші. Сүйексіз дейді бұны достар. Ой, сүйексіз ба даже. Мұңайма әдемі дегенге де білемедім. Базар жоқ еще сүйексіз. Ну давай, көрейік ал достар. Сіздер лайк басыларына тіркеліп отырыңыздар. Бәрін лайк басылайын, давай. Алдың уақытта шығатын болады. Көрейік ал. Давай. Кукинг. Сендер лайфтарың Кугинг деген пісіру ғой балың. Сендер деген миллионға жетуіміз керек. Или пісіресіңдер. Вообще шигі өріксіз. Шигі жүзімге ұқсайды мынау. Ойыншық жаны болады ғой. Кішкентай кезде қонаққа барасың ғой. Или өздерің үйде тұра ма андай. Ойыншық баса тұрады төбеде ше. Әдем да білдіртпей барып алып тістесің пластик тістелмейді. И іздер қалады, тістің іздері. Кішкентай балалардың тістің ізіне қарап, оны жасын білуге болады, кімді істегенін білуге. Очень сондай да тұратын ойыншыққа ұқсайды екен. Столдың жартысын алып тұрған. Жүзімдікі резина болатын еді. Алманыкі пластик. Так, давай бірінші. Сен көресің бе, мен Сен көресің? көре бер, давай. Бісміллә. Ал, көреміз ал. Так, не дейді екен, Диконайдың реакшысының көретін боламыз қазір. Диконайдың Реакциясы жетім тәге айда атқан шығар. Білмеймін, мен жесем бірінші сол нәрсе ойға келетін. Қазір ғана 700 теңгені жедім. Нифига дәмі тұрмайды деп ше. реакшыны қалай болып қараңыз әлі. Ай, Біреулер айтқан типа зиян. Дубайский шоколады тоже. Ішінде жүзімнің несі жоқ, дәндері жоқ та күшті. күшті атауы күшті ма? Қарайсың. Жип. Дәмді болсын. Реклама. Молодец. Тәтті ма? Бір қан қосып болған сияқты. Бір как будто қан қосып болған сияқты. Ол вообще ол жүзімдей натуральный мандай. Не деп айтушы еді? ГМО емес па? Типа генно модифицированный. Мутант емес үшін. Мутант жүзім. Кім білет, негізі нормальный сорт па, типа өзім сол жақтан келген, или сондай бір трансформер ма. Дауыс. Қат шықпайды дауыс. Жоқ андай. Дауыс қат шықпайды. Жей алмаймыз, опыт жоқ кейін үйренеміз дейсің. Типа трендті сөйтші ма? Жеймін ба? Десең. Бауыр қазір ғана 500 теңге лақтыр жүрдің. Жазыңдар комментарияға. Көп комментар толтырып тастаңдар, мен ашып қайтарам бақсаңа. Бір дәнегі шықты ғой, Кстати, коммент қалдырайық. Етімді құрт етті алып дәнек жоқ деп кайфпен жеп отырмын. Мақ кейін қалдыр сал коммент. Все, ұнамады десең, давайте енді дәмі жайлы айтып өтейін достар. Бұның дәміне тоқталатын болсақ,
кәдімгі жүзім, бірақ етті, мясистый. етті Содан кейін бір йод па, бір қатты тәтті. В общем, мықты бағасы. йод тәтті мана Жүзім сағынғандар болса, осындай. бағасын тұрарлықты қылмас мә 6800 хотя бір рет жесең может арзанға тапса да болатын шығар. Қай қалада екен, сол қалаға барып жеу керек қой. Кім көрді бұл трендті қайтадан хит болатқан дубайский шоколад? қай қала Кореяға дедім ғой Кореяға барасың сол үшін Хит па не, бұл жүзімдер достар дубайский шоколад сияқты хит дей ма бір нәрсе дейді, бірақ дубайский шоколадқа жетпейді ау енді. Или жете ма? Дейсің я. демей ақ қой. Короче, айтатын болсақ, мынау жартысын деп екеуміз де тойып қалдық. Иә? Ой, Тойымда екен маған жетпейді анау. жетеді екен біреу талшықтар. Смело жетеді. Прям той. бір отқанда бір талшық жетпістен мұндамыз пальчик пальчиктің Көрінде дәмін. Сіздер деген зоомагазинге кірдік, тана хамяктар алып жатыр. Хамяк. блоктың келесі хамяк Сүйкімдетін. Күшті. Маша нафига мысық асырамыз тышқан толып кетеді Қызық зоомагазинге келгенбіз, мысық көреміз деп. Мысық жоқ екен, иә. Анан қалай әдемілеп көрсетсем болады? О, міне. Фокустамай жатыр. не камераға түсіреді екен Балықтар. телефон ба ғой Аквариуммен балық ма? Мен сияқты. Просто Просто хотя 600 почти 700 000 подписчигі бар блогерден бір мощный съемка қойсын Түрлерін қараңыздар. ну ладно Вообще қараңыздар, кішкентай. Толып жүр әйтеуір балықтар. маған құдай қаласа осы жылы 1000 подписчикке жетіп алу керек еді 2025 болмай бір айдан сәл ғана көп қалды білмеймін қалай жету керек обязательно так что жазылыңыздар пожалуйста Бұның бәрі сатылатын балықтар ғой, алмаса болады. соңғы 4 видео салдым әлі бір подписчик Папугай бар еді, осыларға ұқсайды. 54 Канарейка. 54 Білмеймін, маған бәрі папугай короче. Папугай тектес. сөйлейді ма папугалар Мынандай құстарды алған. кстати ана сөйлейтін папугалар не алады типа дәу болды мына жерде отырасың құс болып тұрады прям надо бізде келеді құтылмай ақ бір ше сөйлемейді еще Мына жақта қараңдар. әдемі Розовый. Нана, мәуленге айтсаң, сразу алып кетейін деп тұр ғой. Ана жақта розовый нелер жүр, балықтар жүр да. Мәуленге айтсаң, сразу алып кететін шығар. енді түсінді Флеке енді айтты екен ғой баластың кішкентай бала Алтын балықтар. Қараңдар. Қазір фокустаса фокустамай. мен ойладым мен мамаммен видео түсіргеннен ғой реакция ше сол мына диди деген мамам сияқты жас үлкен адам баласы мен сияқты елейді Зоң қараңдар. 15 жасар Қызық қанша деп ойласам сөйтсем қалама. қандай бала екен ғой 18 мың тұрады екен. Мыналар ну ладно лайк жылан сияқты қараңдар. кішкентай баланы көрсетпей ақ қою керек желательно И бірақ балық. көрсетеді Неше түрлі балықтар, неше түрлі жануарлар бар ғой, негізі біз білмейтінше. Қараңыздар. Не дракон ба? аксолотль Білетін, е? Майнкрафт ойнағасының кезінде Дракон тектес ғой мынау. Күшті? хищный олар балықтарға охота жасайды аксолотль Драконнан айнымайды, е? Неше жақтан ұлулар жүр ғой неше түрлі. Басы қызыл әдемі еші осындай әкеп қойып үйге қойып бастар қызыл балықтар. артқа Тоже күшті. О, міне мысық іздедің ба Дико, міне мысық. Еркеліп жатсын қарасай, міне. Күйші. Пучу. Пип. Өзі бетінен біткен жақсы көретін еді ол мысықтар. жоқ мына жерде Осы жердің мысығы ғой, баяғыдан бар. білмеймін менде болған соңғы мысық соңына отырды үлкенді Қызық қой бұл балықты білмеймін енді мен. жалғыз өзі жүр. Жалғыз өзі емес, тек кішкентай балықтар бар екен. Ал мынау бізде бір қызық. Міне астында дөу балықтар.
енді осындай алып көреміз деп ойлағанмын. О, міне вообще күшті. Акула жоқ енді. Бізде осындай влог болды, достар. Қатты сөйлей Баласын алмаймын, бала ұйықтап жатыр. Шашыма мән бермеңдер енді. Ладно, мақұл, давай коммент Мән беріп жазсақ. тұрғаннан білемін. Комментарий жазыңдар. Прикольно деп жазсақ, прикольно. Қайтарам. Всем Прикольно пока. деп ше. Типа, прикольно. Ой, блин, нүктеге анимай орысшада прикольно. Осы нүктені білмеймін. Блин, мынау слэш, бәсе. Все, лайк бастық. Каналға жазылсақ жарайды. Каналға жазылдық. Коммент жаздық. Сендер де сөйтіп коммент және лайк и обязательно подписка жасап кетіңдер. Сендермен бірге болған мен Бақберген Сұлтан. Пока.